Сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Мақсаты: қазақтың ұлттық ойындары асық ату, қол күрес, тақия тастамақ ойындары арқылы балаларға қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпын, туған елге, жерге, өз отанына деген сүйіспеншілік сезімін арттыру. Сабағымызды бастаймыз. Сапқа тұру, саптық, жүру, жүгіру, жалпы дене жаттығуларын жасауды бастайық. Жалпы дене жаттығуларын қазақ халқының ұлттық биі қара жорғамен жалғастырамыз. Қазақтың ұлттық ойыны арқан тартыс. Оқушылар арқан тартыс ойын ойнайды. Ойынды спорт залда өткізуге болады. Ойынға ұзындығы 10 метрде жуан кендір арқан керек. Ол арқанның тең ортасынан орамалмен орап белгі жасайды. Ойынға қатысушылар тең екі топқа бөлінеді. Олардың саны 10-12 адам болуы мүмкін. Екі топтың қай жағы осы орталық сызықтан қарсы топты бұрын сүйреп өткізіп әкетсе, сол жақтағы ойыншылар жеңген болып табылады. Келесі ойынымыз қол күрес ойыны. Сайысқа қатысушылар бекітілген ережеге сай арнайы үстелдің екі жағында тұрып күш сынаса бастайды. Алайда қол күрес кезінде шынтақты көтеруге қозғауға болмайды. Ашық алаңда біріктіріліп, бас бармақтар бір-біріне айқастырылады. Білекті бір қалыпты түзу ұстау қажет. Білекті түзе, иықты түзе деген командалар беріледі. Мұғалімнің белгісінен кейін ғана күресті бастайды. Айқас кезінде бос қолды тіреуден босатуға және екі аяқты бірдей еденнен көтеруге болмайды. Сергіту сәті лентамен билеу.
Келесі ұлттық ойынымыз асық ойыны және бес асық ойыны. Асық ойынын танысуды бастамас бұрын асық атауларымен таныс болайық. Асық атаулары. Алшы. Асықтың иірілгенде тегіс табаны жерге тиіп тұрық түсуі. Ойын кезінде оған бірінші дәрежелі мән беріледі. Тәйкі. Асықтың иірілгенде шұңқырлау табаны жерге тиіп тұрық түсуі. Ол екінші дәрежелі мәнге. Бүге. Асықтың иірілгенде дөңес жөні үстіне қарап епетінен жатық түсуі. Ол үшінші дәрежелі мәнге ие. Тұрық. Асықтың алшы не тәйкі түсуі. Оңқы. Асықтың тұмсығымен жер тіреп тік шаншылып түсуі. Шоңқы. Асық тұмсығының көкке қарап тік шаншылып шоңқия түсуі. Шік. Шалқасынан түсуі. Асық ату. Тігілген асықтардың тап ортасына бір асықты омпысынан тұрғызады. Балалар кез келген сақалармен 10 қадам жердегі омпыны атып түсіріп, асық ұтып алуға кіріседі. Егер атушы омпыға бірден тегізсе, онда тігілген бар асықты сол алады. Ал омпыға тегізе алмай тұрған асықтардың біреуін тегізсе, сол асықты ғана алады. Асық жаңартыла тігіліп, ойын жалғаса береді. Ойыншы саны неғұрлым көп болса, ойын соғұрлым қызықты өтеді. Мақсаты көп асық ұтып алу. Келесі ойынымыз бестас. Екеу, шеу, төртеу, міне бесеу болды. Бестас? Біз бала кезімізде бестас ойын ойнайтынбыз. Ол бір қызық ойын еді. Әже, ойын дейсіз бе? Бізге үйретіңізші. Үйретіңізші, әже. Жарайды құлындарым, қазір үйретемін. Алақай. Төсенішті жерге жаямыз. Кел, жайғасып отырайық. Аятай, тастарды маған бере қой. Қане, бес тас ойыны бірнеше сатыдан тұрады. Оны бір қолмен ойнайды. Бірінші бірлік. Ойыншы бес тасты жерге шашады. Мынау қақпа тас. Бұл тасты бір қолмен аспанға лақтырады. Жердегі біреуін көтеріп, лақтырған тасты жерге түсірмей қайта тосып алу керек. Әже, керемет, қандай қызық. Қалғандарында осылай бір-бірлеп жерден көтереді. Қане, міне бұлай. Енді екілік. Бұл жолы жерден екі тасты көтереді. Әже, мен де ойнайыншы. Аятай, ойнау ережесін түсіндіріп болайын. Содан соң әлі екеуің ойнайсыңдар. Әзірге мұқият қарап, есте сақтап алыңдар. Жарайды, әже. Енді үштік. Үш тасты бірге бір рет, жеке тасты екінші рет жерден көтереді. Үш тасты бірге, бір тасты жеке көтереді екен. Ал енді төрттік. Төрт тасты бірге көтеру керек. Хүп, міне бұлай. Тастарды түсіріп алған немесе шартты орындай алмаған ойыншы келген сатысында тоқтайды. Ойынды келесі кезектегі ойыншы жалғастырады. Түсіндік пе? Я, әже, түсіндік. Ендеше ойнай қойыңдар. Келесі ойынымыз оқтау тартыс ойыны. Оқтау тартыс ойынын ойнайық. Ойынды спорт залда өткізуге болады. Ойынға ұзындығы 1 метрдей жуан оқтау керек. Ол оқтаудың екі ұшынан екі бала ұстап, мұғалімнің белгісімен ойынды бастайды. Жеңіске қай бала өз жағына тартып алады, сол оқушы жеңіске жетеді. Ойынды кезектесіп, келесі балалармен ойнауға болады. Сабағымызды мұғалімге жеделхат жазу арқылы аяқтаймыз. Сау болыңыздар.